Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын бүгінгі көңіл күйіңіз қандай? Жақсы. Керемет. Олай болса барлықтарыңызға бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін. Енді қазір екі топқа бөлініп отырмыз. Бірінші топта менде топтың аты интернет деп аталынады. Топ басшысы Ибрахим. Мына жерге топта оқушылардың атын жазамыз. Содан кейін әр неге бағалау жүргізіп отырмыз. Екінші топ басшысы браузер тобы. Бұл топта Еркем бағалау парағын беріп отырмын. Бағалау парағын оқушыларымыздың аты жөнін жазып, әр тапсырманы кім қалай жауап берді бағалап отырамыз. Енді сіздерде бағалауда әртүрлі түсті естимір тәттілер арқылы бағаланады. Кім қандай неге сұрақтарға жауап берді, тәттімізді әкеп ыдыстарға салып отырамыз. Түсінікті ме? Сабақтың соңында қай топ белсенді болды, тәттілерді санаймыз, кімде қандай ұпай жинады. Түсінікті ме? Енді өткен тақырыптарды еске түсіру мақсатында мен бақыт белгісін алып отырмын. Презентацияны жасауға арналған программа қалай аталады? Ибрахим. Келеміз, келіп, сұрақты оқып, сөйген маған нені әріпті тақтаға кетіреміз. Презентацияны жасауға арналған программа қалай аталады? Неге қараймыз? Пускке кіріп, Microsoft PowerPoint. Дұрыс. Бұға жауап береміз. Microsoft PowerPoint енді И деген әріпті алып келеміз. Ары қарай, екінші сұраққа жауап береді маған Еркем. Екінші топ басшысы. Маған сөйін әріпті әкелеміз. Еркем. Презентацияны іске қосу жолы. Ең бірінші пускке кіріп, все программайды басып, PowerPoint программасына кіреміз. Ары қарай, анимация сөзіне қандай түсініктеме береміз? Айбек қол көтеріп отыр, иә? Әріп тауып береміз, Айбек. Анимация сөзіне қандай түсініктеме береміз? Анимация ол бір затты жандырады және оны қозғалтады. Дәптерімізді аша қойыңыздар. Бүгінгі күн реті қандай? 21-і 4-2022 жыл деп жазамыз. Мен тақырып жазамыз. Сіздерде кітап бойынша 27-ші тақырып 112-ші бетті ашамыз. Интернет пен жұмыс деп тақырып жазамыз. Мен тақтада көшесі қойдым. Денізде жазамыз. Енді ары қарай, сіз білесіз бе дейді. Тақтаға қарайық, түгел тақтаға қараймыз. Бізде қызықты ақпарат берілді. Дүние жүзінде 7,6 миллиард адам бар дейді. Қарап отырып па тақтаға? Яғни соның 4,209 миллиард адамы интернетті қолданады екен. Көріп отырмыз ба? Енді ең алғаш интернет қай кезде пайда болды? 1969 жылы қай елде? Дұрыс, ақш дегеніміз Америка құрама штатында пайда болған екен. ARPANET деген желісі пайда болды. Енді ары қарай, тақтаға қарайықшы оқушылар. Төменде екі сурет бізде берілген. Осы суреттерде қандай айырмашылық көріп отыр? Ең алғаш бізде интернет сразу пайда болды ма? Жоқ. Қолымызды көтеріп айтамыз. Кім? Әділет айтамыз. Ол кезде қолмен жазып, оны машинеге салып, поштаға апарып салып жазады. Айбек қол көтеріп, Айбек жауап береді. Ал қазір адамдар интернеттің арқасында бір-біріне сообщение жібереді. Хат жібереміз. Қандай қазір желінің түрін қолданамыз? Қараңыздаршы тақтаға. Қандай желінің түрі бар? Осы жерде Еркем қол көтеріп отыр, айтамыз. Айбек өте жақсы отырамыз. Facebook, Telegram, Instagram, және де
Одноклассники бар, я, электрондық почта бар. Яғни осының барлығы бізге не үшін керек екен? Bir-birimizбен telefon арқылы алмасу үшін. Хабарласу үшін, я. Кез келген ақпарат түрін жібере аласыңдар ма? Жібере аламыз. Бір-бірімізбен бейне, бір-біріміздің суретімізді көріп сөйлесе аламыз ба? Видеозвонок жасай аласыңдар, я. Өте жақсы. Ары қарай. Ең алғаш мынау бізде Рэй Томлинсон деген адам, ол бізде электрондық почтаның негізін салушы адам екен. Көріп отырмыз ба суретін? 1971 жылдан бастап бізде электрондық почтаның түрлері пайда болған. Түсінікті ма? Ары қарай. Қазіргі кезде біз әр сабақта мысалы интернетті қолданып отырып, мына суреттер сіздерге таныс па? Кім айтады? Өз ойымыз айтамыз. Айтамыз, айым қол көтердік, иә? Қандай интернет түрін қолданып отырсыз? Google. Дұрыс, Google. Сосын Google Chrome. Яндекс. Яғни осы браузерлерді қолдана отырып, біз кез келген интернеттен ақпаратты алуға десеміз. Бұл жерде бізде мысалы интернет дегеніміз не, электрондық почта дегеніміз не, браузер дегеніміз не, бүгінгі тақырыпқа байланысты интернеттің қандай зияны бар. Суреттерге қарап отырып, мәтінге қарап отырып, бір-бірімен сәйкестеніп. Интернет дегеніміз не тағы? Қандай желі? Дегеніміз бүкіл әлеуметтік желі. Дұрыс, бүкіл әлемдік желі. Арға екінші сұрақ, электрондық почта не үшін қолданамыз? Бағалап отырамыз. Айын қолы өтіп, айын. Электрондық почта бір-бірімізге кез келген ақпарат түрлерін жіберуді қолданамыз. Өте жақсы. Ары қарай. Үшінші сұрақ, браузер дегеніміз не? Браузер деген интернеттердің бір түрі. Ол браузер деген интернет түрлері. Қандай түрлері бар? Google Chrome, браузер, Яндекс, Safari деген. Opera и Яндекс. Жақсы отырамыз. Бағалап отырамыз. Келесі, менде әділет бірінші қол көтерді. Интернеттің қандай зияны бар екен? Тәуелділік бірінші. Тәуелділік, денсаулыққа зиян, кері әсер етеді. Алаяқтар жеке тұлға жайлы мәлімет алып, оны өз мақсатына да қолданады. Яғни өз мақсатына дейін алаяқтар жеке интернет өздері туралы барлық ақпаратты жариялауға бола ма? Болмайды. Жақсы, жарайсыңдар оқушылар, олай болса тексерейік. Жарайсыңдар, өте жақсы. Барлығы бізде дұрыс шешілді. Ары қарай барлығымыз бір-біріне компьютерге отырып, практикалық жұмыс орындаймыз. Бірінші топ, қараңдар. Интернет тобына менің сүйікті қалам, тақырыптың аты. Екінші топ, браузер тобына менің болашақ компьютер. Түсінікті ма? Осы екі тақырыпқа бірінші слайдтың бетіне тақырып жазамыз, одан кейін сол туралы шағын есте 3-4 сөйлемден тұратын, одан кейін интернеттен ақпарат суреттерін алып қойсам болады. Маған компьютермен жұмыс жасаған ұнайды. Мен интернеттен суретті көшіруді үйрендім. Өте жақсы айым, е? Молодец. Ары қарай. Менің болашақ компьютерім. Қазір мен Айбекке бір суретті беремін. Сіздер сол суретті суреттеп Айбекке жеткізулеріңіз керек. Айбек қандай сурет жаздырып тұр, табады. Иә, сен қарамайсың, оқушыларға отырамыз. Парақ шығарады. Парақ шығарады. Парақ шығарады. Көшірмесін жасауға болады еді. Бізде кабинетте бар ма? Бар кабинетте, иә? Құрылғының аты қалай аталады? Айбек?
Дұрыс, принцип өте жақсы. Келесі тағы шығамыз. Еркем шығамыз. Оқушыларға қарап тұрамыз. Дұрыс, перне тақта. Ясымен қолмен, ыммен көрсетіп тұрып. Келесі, Ибрахим шыға ғой. Өлең айтасың. Дауысы қатты Дауысын шығарып айтамыз. Дұрыс, микрофон өлең айтуға арналған құрылғының аты. Келесі айым шығады. Дауысы қатты шығарады. Өлең айт. Туған күнде қолданады. Жоқ. Өлең айт. Ол қандай құрылғы екен? Қандай құрылғы? Дауыс шығарамыз деп Колонка. Дұрыс, колонка. Апаймен шығайын. Келесі шығады, менде алтын шығады. Қолмен жұмыс істеуге дейді. Жоқ, қақта. Қазір қолданып ба сабақта? Дұрыс, тышқан дейді қазақша. Алдарыңызға қазір екі топқа да бірдей тапсырма. Тез бізге. Бағалау, біз өтіп қоя ертіп. Қоя бен, ортаға қойды, маған тез жазамыз. Кім тауып отыр? Ертең бағалаймыз. Мына жерге жаза берсін деп болады. Ақпарат шығар. Ақпарат отыр еді. Тез ортаға қойып 5 сөз қайтып бірінші қол шапалақтаймыз. Кім бітті? Түсінікті ма? Араққа жаза берсек болады. Анимация. Презентация. Басқа сөздер тауып жазайсың. Ең соңғысы Қандай Зерде шығар. Америкада суамастан зәресте болмайды. Біріншісі анимация, екіншісі интернет, үшіншісі браузер, төртіншісі презентация, бесіншісі зерде. Не ол? Бесінші сөз қате шығып берді, төртеуі дұрысымен. Өте жақсы. Жоқ, оқимыз. Браузер, презентация. Міне, өте жақсы. Бес қате қалып берді. Әнерге қоясың. Енді барлығымыз басымызды береміз, бері қараймыз. Алдарыңызға түрлі түсті стикер бермес. Стикерден әлі бір-бірден аламыз да, бүгінгі сабақ ұнады ма? Бүгінгі сабақта қолмен сұрап көрдік па? Өзіміз жүрекпен сезіндік па? Көзбен көрдік па? Сабақ ұнады ма? Нені алдық? Тағы не білгіміз келеді? Стикерге тез жазып, меға нәжеге суреттерге әкеп тапсырамыз. Түсінікті ма? Тез жазамыз, соңында тағы. Әркім өз ойын жазады, бүгін сабақ ұнады ма? Неге тапсырмаңыз тез. Кері байланыссыз оқи қойыңызшы, айтайық. Неге қараңыз? ұнады. Осылай Ауызша айта беріңіз. бүгін мен анимацияны үйрендім. Анимация үйрендік, дәріс тұраңыз. Мен компьютердің барлық құралдарын үйрендім. Жүрекке тапсырамыз. Келесі. Мен бүгінгі сабақта слайд жасауды интернеттен көшіруді үйрендім. Маған сабақ өте қатты ұнады.
Мен тағы да көп нәрсе үйренгім келеді. Компьютермен көп заттар істедім. Маған бүгінгі сабақ қызық болды. Мен бүгін анимацияны слайдты үйрендім. Маған бүгінгі сабақ Сағында бағалауларына қарайтса тезірек айтып бүгінгі сабақта Нұрасыл, Ерасыл, Айбек белсенді сабаққа қатысты. Және де көптеген сұрақтарға жауап берді. келесі Ибрахим тезірек тобыңды бағалап Нұржан мен Айым көп болған. ең көп балл жинаған Нұржан мен Айым белсене қатысқан. Өте жақсы. Олай болса сабағымыз аяқталды. Конфеттерімізді санаймыз тез-тез. Қай топта қанша конфет жинау? Тез конфет. Браузер тобында 17 конфет жинапты. Қанша? 15. Онда браузер топ жеңіске жетті. Сабағымыз аяқталды. Lesson Study үдерісі біздің мектепте кеңінен қолданылып келе жатыр. Барлық пән бойынша топтар құрылып, Lesson Study топтар құрылып, әр пән бойынша зерттеу сабақтары жүргізіліп жатыр. Соның ішінде біз информатика пәнінен 4-ші E сыныбын алып, зерттеу сабақтарын жүргізіп жатырмыз. Тізбектелген 4-5 сабақ өту мақсатында оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артып, компьютерді қолдану деңгейлері өсті. Біз оқушыларды осындай дәрежеге жеткізу үшін өзіміздің Lesson Study тобы күнделікті сабағымызды бірге жоспарлап, оқушыларда кездескен қателіктермен және де түсінбеген жерлерін дамыту мақсатында біз күнделікті әдіс-тәсілдерімізді өзгертіп, жаңағы сабақтан кейін талдау жұмыстары жүргізіліп отырады. Мен осы 4-ші E сыныбын Lesson Study сабағын бірінші кезеңнің 3 сабағынан бастап беріп келемін. Бастапқы кезде оқушылардың сабаққа қатысуы баяу түрде жүрді. Қазір 4-3 сабағымды беріп отырмын. Осы класспен Lesson Study'дің 2-ші кезеңнің 2-ші сабағын бердім. Сабақта оқушылардың қатысуы бұрынғыдан қарағанда жоғарылады. Әр сабағымда үнемі ізденіс үстінде болдым. Әртүрлі оқушылардың деңгейіне қарай әртүрлі тапсырмалар ұйымдастырып отырдым. Оқушылардың деңгейі бір сатыға көтерілді. Сабаққа қатысулары жақсы.